ертеде bir Қытай елінде bir сарай болыпты. Қытай жерінде патшаның сарайы дүние жүзіндегі ең әдемі, ең ғажап сарай деген атақ алыпты. Нәзік жұртқа фараон тұрғызылыпты. Оны ұстауға ешқандай да адамның дақы жетпепті. Сөйтіп олардың ағаштарында гүлдер ағаштары бар екен. Ағаштарында қоңырау өлгелі екен. Жер соққанда ол қоңыраулар сылдырлайды екен. Күміс қоңырауларда сыңғырлаған құстар сайрап әсер алады. Алысқа созылып жатқан батқа кейін бірден ну орманда басталады. Сол орманның ішінде бұлбұл деген кішкентай құс өмір сүреді. Ол әдемі үнімен сарайдың ел тыңдайды екен. Ол жер жүзіндегі түкпір-түкпір Қытай астанасына келетін жолаушылар үлкен сарай мен патша бақыты көріп таңғалады. Бірақ бұлбұлдың сарайын естіп, міне мынау бәрінен де жақсы дейді екен. Өз елінен Қытайға келісіп, кішкене бұлбұлдың құстың әнін тыңдау үшін Қытайға барып келген жөн деп әңгімесі осы жаңылған бастайды екен. Әңгімелерін патша естіп қалады. Бүкіл дүние жүзіндегі ел білгенде мен қалай білмеймін, мемлекеттік керемет құс бар екен ғой, маған сол құсты әкеп бер. Кеш батқанда алдымда сайрап тұрсын дейді. Айтқаныңыз орындалады тақсыр дейді бірінші уәзір. Я, айтуға оңай, қайдан іздеп табасыңдар дейді. Уәзір адамдардан сұрайды, олардың ешқайсысы да оның қайда екенін білмейді. Сарай қызметшілері асханаға келіп, сіз бұлбұл деген құсты білесіз бе дейді. Әрине, бір кәрі талдың түбінде демалып отырғанда бұлбұлдың сайрағанын естимін. Ол өте нәзік сайрайды, оның тыңдап отырып жылағым келеді дейді. Қызым, мен саған патшаның қалай тамақ ішкенін көрсетуге рұқсат беремін. Ол үшін сен бұлбұлдың тұрған көрсете керек. Бұл құс кештен сайрай алдында дейді бір уәзір. Міне сөйтіп барлық орманға аттанады. Алдында қыз артына уәзір қызметшілер жүріп келеді. Кенет жақын арада сиырдың мөңіреген дауысы естіледі. О, дейді қызметшілер, қандай қатты дауыс, мүмкін осы бұлбұл шығар. Бұл сиырдың дауысы дейді қыз. Бұлбұл тұратын жер әлі алыс, барлығы да ары қарай жүруге бір уақытта бақылдаған бақаның дауысы естіледі. Керемет дейді сарай қызметшілері. Ақыры бұлбұлдың дауысын естідік дейді. Жоқ, бұл бақаның дауысы дейді қыз. Бір кезде желдің сырғылаған дауысына бұлбұлдың дауысы келеді. О, міне бұлбұлдың үні дейді қыз. Бұлбұлым, біздің мейрам патшаны сені тыңдағысы келеді дейді. Қыз бұлбұлға жақындайды. Мен қуаныштымын дейді дауысын жасыл орманға естітіп. Тіпті керемет дейді бұлбұл сыңғырлап. Міне сізге патша жіберді, бүгін кештің қонағы боласыз дейді уәзір. Кеш түсіп, үлкен залдың ортасында патша отырып, бұлбұл сайрап береді. Патша көзінен жас ағып жылайды. Бұлбұлға рахметін айтып, мен онсыз да ризамын патша. Көзіңізден ақы жасты көрдім дейді бұлбұл. Патшаның әмірін бұлбұл сайрап қалып
кешке бөліп орналасады. Құстың кіруге айналып, қызметшілер құсқа күндіз 2 рет, түнде 1 рет қыдырауға рұқсат береді. Бүкіл қала бұлбұлдың тура әңгімелерін қылқыл. 11 сатушы өз балаларын атын бұлбұл аталады. Bir күні патша Жапония жібек маған орналасқан жәкке кел дейді. Жәкі сырлаған бұлбұл деген жазу бар екен. Ашып қараса ішінде жасанды ойыншық бұлбұл жатыр екен. Ол тірі бұлбұлдан айналбай жасалады. Асыл тастармен безендіріліп, патша ойыншығын құста бұрып, енді ол кәдімгі бұлбұл сияқты ән салады. Неткен ғажап дейді барлығы. Кәдімгі бұлбұлдан күн сайрап жаңа ән айтаса, мына ойыншық құс кәдімгі бұлбұлдан күн сайын жаңа ән айтса, мына ойыншық құс бір әнді 33 рет қайталап береді. Ән айтқанында үсті басы жыртқан неше түрлі түске бөленеді, тіпті шаршамайды. Енді тірі бұлбұлдан тыңдап сайылғанын көрейік дейді патша. Барлығы бұлбұлынан атылып тұрған, қараса бұлбұл жоқ. Ашық тұрған терезеден оның ұшып кеткенін ешкім аңғармапты. Ең жақсы құс бәрінен осында қалады дейді. Барлығы сонда. Ойыншық құс өзінің жалғыз әнін 34 рет қайталап бастайды. Сонымен бұл жасанды құс бірінші аңшы құс дегенді атқа алып патша тақтасында сол жағында отыратын болса, артында жыл өтті. Бірде кешке жасанды бұлбұл патшаның алдында сайрап тұр еді. Кенет құстың ішінде бірдемелер шиқылдап барып тоқтап қалады. Сайрайды, өліп шыққаны орнына өңі боп-боз енсу бастаған патшаның уәзірлері мен сайрап қызметшілер өліп қалған деп санап, жаңа патша сайлап ойланыстыра бастайды. Бірақ патша әлі өлген жоқ еді. Терезеден ай сәулесі патшаға және ойыншық түсіп тұр. Екеуі де қозғалмай сұлулық жатыр. Патша ақырында көзін ашса, екеуі де ажалдап отыр. Ашса, патшаның көзінен өзінің жасын ағады. Ол алтын құсым шырқашы дейді. Сол кезде алдынан терезеден кішкентай бұрынғы шын бұлбұлы шығады. Ол патшаның ауырғанын естіп, оның көңілін көтеру үшін келіп, ол патшаның көңілін көтеріп ән шырқап береді.